Сәлем достар, барша ата-аналар өздерінің балаларын әлемдегі ең ерекше және ең жақсы бала деп есептейді. Бізді қоршаған әлем көптеген қызықтарға толы. Бүгін біз сіздермен әлемдегі ең ерекше балалар жайлы айтатын боламыз. Видео басталмай тұрып, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Көзін шарасынан шығаратын бала. 14 жастағы пакистандық Ахмед хан ғаламторда ерекше қабілетімен жұртты таңғалдырды. Ол өз көзін көз алмасына шығарып, қайта орнына кіргізе алады. Өзі мұндай әдісті былтырғы жылы үйренгенін айтады. Ахмед өз отанында тез танылып, кейін өзге елдерге таныла бастады. Қазір оның мақсаты Гиннестің рекордтар кітабына ену. Ахмед бірнеше телешоуларға қатысты. Кітапқа ену үшін оған көзін кем дегенде 12 мм-ге сыртқа шығару керек екен. Ал қазір көзін 10 мм-ге ғана шығара алады. Дәрігерлер оның қалқанша безінің жұмысы бұзылғандығын айтады. Аяғын 160 градусқа қайратын бала. Англиялық жасөспірім жұртты өзінің ерекше талантымен таңғалдырды. Солтүстік Лондон қаласының тұрғыны Максвелл Дей Гиннестің рекордтар кітабына ену үшін көп еңбектенген. Осы орайда ол аяғын 157 градусқа қайыруды үйренген. Максвелл мұндай жаттығулардың тәнін еш ауыртпайтынын айтып жатыр. Ол әзірге аяғын 157 градусқа қайыра алатын жалғыз адам. Басын 180 градусқа бұратын бала. Пакистанда Карачи қаласында тұратын Мұхаммед Самир есімді бала басын 180 градусқа дейін бұра алады. 14 жасар баланың айтуына қарағанда, бұл туа біткен кемістік емес, табанды жаттығулардың нәтижесі. Ол 6 жасында голливудтық фильмдердің бірінде басын осылай бұра алатын актерге тәнті болған. Осыдан кейін ол тұрақты түрде жаттығулар жасап, бірнеше айдан кейін өз мақсатына жеткен. Ең жас боксер қыз. 8 жасар Евника Садуақасова еліміздің Павлодар қаласының тумасы. Жасы 5-ке толмай тұрып, ол бокспен айналыса бастаған. Оны әкесі Руслан Садуақасов жаттықтырады. Евнике қазіргі таңда Қазақстандағы ең шапшаң қыз. Әкесі әлем бойынша бұлшық ет реакциясын дамытуға арналған тренажер сатумен айналысады. Ол қызы осы тренажер көмегімен осындай мүмкіндіктерге қол жеткізгеніне сенімді. Қазір Евнике минутына 100 соққы дарыта алады екен. Ең жас байкер. Қазір Тимур Кулешевтің жасы 4-те. Ол мотоциклді үлкен адамдардан жақсы жүргізеді. Ата-анасы балалары үшін бұндай болашақты жоспарламағанын айтады. Бірақ Тимур кішкентай күнінен 2 дөңгелекті көлікке қызығушылық танытқан екен. Ол 2 жасына толмай жатып, велосипедті жүргізуді үйренген. Ал 2,5 жасында ол Украинаның ең жас байкері атанған. Әке-шешесі оны әрдайым қолдап, және мотоциклді тек уақытымен ғана жүргізетінін айтады. Ал оның басқа балалардан ерекшелігі, ол смартфон қолданбайды, дейді ата-анасы. Достар, назарларыңызға рахмет. Бүгінгі видеомызда соңына жетті. Егер де сіздерге видео қызықты болса, әрі ұнаса, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар, және арнамызға тіркеліңіздер. Және де біздің видеомызды алғашқылардың бірі болып көргілеріңіз келсе, арнаға тіркелетін жердегі қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Q Life арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.